Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді ерекше тағам маклюбе дайындаймыз. Егер отбасыңызды, қонақтарыңызды таң қалдырамын, немесе керемет бір әсерде қалдырамын деген ниетіңіз болса, міндетті түрде осы тағамды дастарханыңызға ұсынсаңыз болады. Ең алдымен ыдысымызды өте қатты отқа қоямыз. Бұл жерде ең маңыздысы достар, ыдыстың түбі жабыспайтын болу керек. Кішкене сұйық май қостым, шамамен 3-4 ас қасық, және үстінен ет салдым. Етті осылай 4-5 етіп турап алдым. Шамамен 5-10 минуттай қуырамыз. Еттің өзі кішкене суы тартылғанға дейін. Содан тұз бен зіра қостым. Етіміздің суы кішкене тартылғаннан кейін ыдысымыздың қақпағын жауып, міндетті түрде өте баяу отта 45-50 минуттай бұқтырып пісіреміз. Баяу отта бұл ет әп-әдемі жұмсақ болып піседі. Ет піскенге дейін көкөністерімізді дайындап аламыз. Бізге сәбіз, картоп және пияз қажет. Осылай дөңгелетіп тураймыз. Қатты қалың немесе қатты жұқа қылудың қажеті жоқ. Дәл осы видеодағыдай жасасаңыз болады. Содан табамызды отқа қойып, молырақ май құйып, қатты қыздыру керек. Өте жоғары отта болу керек. Содан ең бірінші сәбізімізді бір қатарға қойып, екі бетін қызартып аламыз. Бұл жерде сәбіз әлі толығымен піспеді деп уайымдамаңыз. Біздің мақсат тек қана қызартып алу. Алда әлі көресіздер, барлығын біріктіріп тағы да пісіретін боламыз. Сәбізден соң картопты де дәл солай екі бетін қызартып қуырып аламыз. Оттың асты өте жоғары болу керек. Осылай қып-қызыл болу керек. Уақыт өткеннен кейін етіміз де пісіп қалды. Енді оны үстіне дөңгелетіп туралған пиязды қойып шығамыз. Бұл жерде әркім қалауы әртүрлі. Біреулер пиязды еттің астына қояды, бірақ мен еттің үстіне қойғанды жөн көрдім. Содан соң жаңа қуырылған сәбізіміз салып, үстіне тұз себеміз. Содан картопты де бір қатарға қойып шығамыз. Бір немесе екі қатар, қалауларыңыз ол өзіңіздің. Содан оның үстіне де тұз себеміз. Содан күрішімізді дайындап аламыз. Күрішке мен тұзды қосып араластырып аламын. Содан картоптың үстіне біркелкі етіп қойып шығамын. Қасықпен туралап алсаңыз болады. Енді қасыңызда міндетті түрде қайнаған су болу керек. Күріштің бетін кішкене ғана асырып, су құямыз. Оттың астын қатты қоямыз бұл жерде. Су кішкене ғана асса жеткілікті. Егер суыңыз көп болса, тамағыңыз дұрыс шықпай қалады, күріш езіліп. Содан бір қайнағаннан кейін бетін ғана араластырып, тұзының дәмін көріп аламыз. Содан тағамымыз піскеннен кейін пішінін құртып алмас үшін осылай бетін нығыздап басып шығамыз. Суы күрішпен бірдей бір қатарда болған кезде ыдысымыздың қақпағын жауып, міндетті түрде өте баяу отта 35-40 минуттай пісіреміз. Менде 35 минутта пісті. Енді арнайы маклюбеге арналған ыдыс болса тіпті керемет. Егер болмаса үлкенірек леген аласыздар. Төңкеретін кезде абай болу керек. Өте жылдам төңкеру керек. Немесе легенді маклюбе тұрған ыдыстың бетін жауып, содан кейін ғана аударсаңыздар болады. Содан маклюбе дәл ортасында тұрады. Шет-шетіне өз қалауларыңызша салат қоссаңыз болады. Менде қызанақ, қияр және салат жапырағы және айранды құйып берсеңіздер болады. Немесе бөлек бір ыдысқа құйсаңыздар да болады. Осымен біздің тағамымыз дайын, өте дәмді шығады. Міндетті түрде сіздерге дайындауға кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет.